Отбасы әр адам үшін өте бағалы, құнды сөз. Бұл жерде біз әрине қамқорлықты, сүйіспеншілікті, адалдық пен адамдықты үйренеміз. Отбасында ата-анамыз, ата-әжелеріміз, бауырларымыз және өзіміз тұрамыз. Өмірдің өзі өзен іспеттес ағып жатыр. Біз де бұл өзеннің бір бөлшегіміз. Ал енді осы мен де бір өмірдің бөлшегімін, өзеннің бөлшегімін деп біздің дүниеге шыр етіп келген сәтімізден бастап, осы кезге дейінгі, яғни мектепке барған сәтіміз, қазір міне гимназия табалдырығын аттап, гимназия оқушысы атанып отырған сәтіміздің барлығын осы суретке бейнелеп көрсетсек, және де өзіміздің салған суреттерімізді тобымыздың алдына шығып баяндап берсек. Қазіргі сабақ оқып, білім алып жатқан кезім. Бұл мен балабақша кезім, бұл мен 3 классым, бұл мен 10 классым, 7 классқа гимназияға барған және жаңа достарым. Bir күні бір отбасыда 3 ағайынды қыз өмір сүріпті. Оның ең үлкені өзінен кейінгі сіңлілеріне жауапты болған. Одан кейін ортаншысы ата-анасына көмектесіп, бауырларына қараласып жүрген екен. Ал кенжесі анасына тамақ дайындауға, үстел дайындауға көмектесті. Олар өте тату-тәтті болыпты. Бір-біріне қамқор болыпты. Олар бір-бірлерін жақсы көріп жүрді. Олар өте тату, сіңлілі болған. Олар ата-анасын мерейін арттыру үшін сабақтарын өте жақсы оқытты. Олар өте еңбекқор болған. Олар өте ақылды және талпынышты болған. Олар отбасылық саяхатқа шықты. Және сол саяхатта олар көп нәрсе білді. Отбасыда бәрі-біріне қамқор болған. Олар ұрыспайтын болған. Ал енді біздерде балалар, осы отбасы сияқты бір-бірімізге қандай болуымыз керек екен? Тату-тәтті. Яғни біздер осы тұрған балалар неміз балалар? Отбасының мүшесі боламыз, иә? Бір-бірімізге деген сыйластығымыз жоғары болу керек, қамқорлығымыз жоғары болу керек, иә? Рахмет, көп-көп бізбекті әңгімелеріңіз өте керемет.